Сәлем достар. Бүгін Омарлы Рахымберді әулетінде үлкен той. Менің әкемнің, яғни Амангелді атамның туылған күні 75 жас. Бүгін біз отбасымен бірге Ханшайым плазаға бардық. Әкем әскерде 1967 жыл, қасында оның әкесі Рахымберді атам. Мынау әкем әскерде Шәулайда 67 жыл. Мынау әкем класстастарымен бірге 1965 жыл. Мынау жақында 2014 жылы Шымкентте тойда. Мынау 2022 жыл, былтыр Алматыда Айнұр қарындасының үйінде. Әкем сол жағынан екінші болып тұр. Жастық құшақ. Әкем әскерде связьда болған, начальник радиостанции болып служит еткен әскерде. Кейін бар өндірісте болды. Сосын почетный радист СССР деген атақ алған. Түркістан ауданында Леон-Б деген радиостанцияны бүкіл ауыл колхоз совхоздарға орнатқан үшін, еңбек үшін. Кәні, ассаламалейкум, папа. Бүгін жаңа жыл мерекесін бәріміз тойлап жатырмыз. Жаңа жыл құтты болсын. Папа, сіздің туған күніңіз бүгін, Құда қаласа міне. Туған күніңіз құтты болсын. Алла жар болсын, жасыңыз ұзақ болсын, деніңіз сау болсын, бақытты болыңыз, мамам екеуміз. Міне мен сөз сөйлеп жатырмын. Мына мен бала шағам, Гүлнар, сен тілегіңді айтшы беш? Мен айттым. Мамам папамның дені сау болсын, жасы ұзақ болсын. Жылда туған күндеріңізді тойлап, біздің ортамызда жүре беріңіздер. Әмин, әмин, Гүлнардың папасы болмаса аман болсын, денсаулықтары жақсы болсын. Мына бүгін Ханшайым плаза, қайден? Нұрсатта? Нұрсат мейрамханасында отырмыз. Қызым, Алина, сен де тілегіңді айтшы беш? Айт, бақытты болды. Қызым, сен айтшы бер. Ошан, ата әжеге айтшы бер. Тілегіңді айтшы бер. Айта бер. Әумин. Кәні, айт балам, айт. Айтшы бер. Ата әже бақытты болды. Ата әже сау болды. Ата әже туған күніңіз. Айтты болды.